Кешегі берілген тест бойынша кім қарап шықты? Общий чатқа жіберілді сендерге. Давайте бүгінгі сабақты тез бастайық. Қарап шықсыңдар, чатқа плюс қойыңдар. Бірақ бұл маған ешкім жіберген жоқ. Жұмысы нұсқа талдау берілген соң ішіндегі сұрақтарды қарап шығу керек еді. Қарап шықтым дейді. Ашығанбайды? Оны тастай салмам. Давайте біріншісі мен оңай есептерді тезте жазып өтем да. Барлығына олай қатты тоқталмайым. Жақсы ма? Біріншісінде сұрақ гомогенді жүйе. Қазір слайдты бастайын. Біз звукты өшіреміз қай жерде? Кімде бізде звук тұр? Звук кімде қосылып тұр? Өшіріп ойындар, запись жүріп жатыр. Бағлан, сенде звук қосылып тұр? Все. Бірінші сұрақта қараңдар, гомогенді жүйе деп тұр да. Бұл жерде гомогенді жүйе болу үшін бізде агрегаттық күйі бірдей болу керек та заттардың. Мысалы, сұйықпен сұйық, немесе газбен газ деген сияқты, немесе қаттымен қатты деген сияқты. Сондықтан бұл жерде каждыйның газ екендерін, немесе сұйық екендерін агрегаттық күйін анықтау керекпіз. Бірінші А вариантында бізде СО, бізде О газ. Оттек білесіңдер, ол тоже газ, одан кейін СО2 тоже газ. Сондықтан бізде А варианты болады. В варианты келмейді, себебі күкірт қатты зат, мыс тоже ұнтақ, мырыш келмейді, және кальций СО3 бізде қатты зат. Мынау бізде қатты, и мына жерде газды араласып кетеді. Сондықтан қалған варианттар келмейді. Бізде екеуі де бірдей газ, немесе екеуі де бірдей бізде сұйық немесе қатты күйде болу керек. Бізде агрегаттық күйдің 3 түрі бар ғой, сұйық, газ және қатты түрде. Арғарай ертіндіде күлгін түс беретін ион, мына жерде бұл біреудің белгілеген жауабы, бұл дұрыс емес. Бізде ол күлгін түс беретін бізде марганец, яғни марганцовка, калий перманганаты. Осы марганцовканда манганат, перманганат бұл жерде күлгін түс береді. Сондықтан бізде Д жауабы болады. Түсінікті ғой. Ең берік байланыс бізде бұл мына жерде екі вариант белгілеген, енді білмеген, бұл оқушы қайсысы вариантты азот па әлде суда ма деп. Бұл жерде дұрыс жауабы азот болады. Себебі азотта 3 байланыс бар, сондықтан ең берік байланыс болып табылады. Егер қараңдар, егер азотта берік байланыс болмағанда, бізде ауаның құрамында 78% азот бар ғой. Бізде 20% оттек бар, Егер азот берік болмағанда, оттекпен қосылып кетіп, вообще тіршілік болмайтын еді. Сондықтан біз азотты таңдаймыз. Келесі электрондық формуласында біз мына жерде ең оңай вариант үстіндегі дәреже көрсеткіштерін қосу арқылы таба аламыз. 4-4-ке 6-ны қосамыз 10, одан кейін 11 бізде калий емес, бізде 11-ші элементті табамыз. Бұл бізде натрий элементі, Натрийді периодтық кестеден қарасаңдар болады, реттік номері 11-ші элемент. Сендерде натрий шығады. Ары қарай этил бензолдың изомері, этил бензол бізде бензол құрылысы, ол бізде 6 көміртектен тұрады. Егер олның бір көміртектің
атомын бізде этил радикалы басатын болса, онда біз оны этил бензол деп айтаймыз. Түсінікті ғой? Сондықтан бізде мыналар келмейді, этил емес, мына жерде С5H7, мына жерде H3, CH, скобканың ішіне CH3 2 деп тұр, мынау бізде CH3, сондықтан бұлар келмейді, В варианты болады. Мынаны біз жазамыз C6H5, C2H5. Бұның жалпы жинақтық формуласы C8H10. Сондықтан мынау бізде этил бензол. Бензолға азот қышқылымен әрекеттескенде деп тұр. Мына жерде бензолға азот қышқылымен әрекеттескенде мен сіздерге жазып көрсетейін. Мысалы, бензол бізде C6H6, я. Оған мынаны біз HONO2 деп жазайын да, HNO3-ті. Сол кезде мына жердегі бір сутектің орнын бізде нитрат тобы басады, я? Және бөлінеді бізде су, да? Бізде NO3 деген вариант болмайды, себебі бізде нитрат тобы бізде NO2, сондықтан бізде болады А жауабы. Сөкті ма? Егер отсыныр ойда. Әрі қарай, мына жерде сөндірілмеген әктен алынатын сөндірілген әк массасы. Бұны пропорция құрып шығаруға өте оңай. Кальций О плюс H2 қосын. Сөндірілмеген әк деген осы ізбес деп айтады. Екі түрлі атаулары бар. Сондықтан мына жерде кальций гидроксиді. Немесе бұны әк сүті деп айтады, немесе сөндірілген әк деп айтады. Мына жерде 2,8 сөндірілмеген әктен алынатын сөндірілген әк массасы. Мына жерде МР-ін табу арқылы уже қойып есептеп кетулеріңіз болады. Мына 56, мына бізде 74. Пропорцияны ары қарай өздерің шығарып, есептің жауабын тауып аласыңдар. Ары қарай 90 грамм этаннан C2H6 этилен алатын болса, біз оны дегидрлейміз. Бұл жерде де оңай 90 граммнан X дейміз да. Мына жерде 24 алатын болсақ 30 грамм. Мына жерде 24-28. Осы бойынша пропорцияны ары қарай есептеп шығара аласыңдар. Ары қарай оттектің кальциймен әрекеттескенде түзілетін кальций оксиді дейді. Кальций оттекпен әрекеттескен. Осы жерде кальций от түзілген да. Есептің шарты бойынша. Бұл жерде оттек мынаның алдына 2 қоямыз, кальцийдің алдына 2 қоямыз да. 44,8 литр оттек кальциймен әрекеттескен түзілген кальций оксидінің массасын тұр бізде. Сол кезде мынау X грамм да. Мына жерде 1 моль болғандықтан 22,4 литр болады. Ал мынау бізде 56, 2-ке көбейтеміз, оны 112 болады. 56 бізде кальций оксидінің массасы. Есептеу жүргізесің, ары қарай өзі есептің жауабы шығады. Жауап сол кезде 112 емес, 224 грамм шығады. Күнделікті тұрмыс медицина қуатын йодтың 5% 50 граммдағы йодтың массасы деп тұр. Ол жерде йодтың 5% деп, мына жерде пайыздық көрсеткішін беріп тұрған соң, біз оның йодтың массасын таба аламыз. Ол үшін біз массаны табу үшін 50 граммды 5%-ға көбейтіп, оны 100-ге бөлеміз. Сол кезде номинал қысқарып кетеді, сол кезде 2,5 грамм шығады. Вариант болады. Ары қарай ортофосфор қышқылының диссоциациялану процесінің бірінші сатысында түзілетін анион дейді. Ортофосфор қышқылы H3PO4. Бұл 3 сатыда диссоциацияланады. Мына бірінші саты, екінші саты, үшінші саты. Бізде бұл жерде сутек катионы түзіледі және бір сутек кетті ғой мына жерден, сондықтан бұның дәреже көрсеткіші 1 болады. Бір минус деген сөз. Ал егер келесінде мына осы екінші сатыда тоже сутек катионы және HPO4. Бұл жерде 2 сутек кетіп тұр, сондықтан бізде 2 минус барады заряд. Осы қанша сутек кетсе, сол бойынша сендер төбесіне оның зарядын жаза аласыңдар. Мына жерде HPO4 сутек катионы түзіледі және PO4. Мына жерде 3 сутек кеткендіктен оның PO4 3 минус деп жазамыз. Енді бірінші сатысында уже мына бірінші сатысы болып тұр ғой, сондықтан бізде мына вариант болады.
Әрі қарай тотықтырғышта тотықсыздандырғышта қасиет көрсететін элементтер бұл жерде бұл алюминий емес, калий емес. Бізде бұл варианты, себебі бұл қатты бейметалды қасиет көрсетпейді. Тотықтырғыш болу үшін ол беріп жіберу керек, да? Тотықсыздандырғыш болу үшін ол наоборот қосып алу керек қой. Біз берген электрон айтсақ, біз оны тотықсыздандырғыш дейміз ғой, да? Бірақ ал егер қосып алатын болса, біз оны тотықтырғыш дейміз. Ал егер қосып алатын болса, оны біз тотықтырғыш деп айтаймыз. Сондықтан бұл жерде да варианты болады. Екі қасиетте көрсететін элемент Б. Біздің Б ол бізде бериллийге жақын орналасқан бор элементі. Ол металдар мен бейметалдардың ортасында тұр, да? Сондықтан бұл екі қасиет көрсететін элементтің қатарына жатады. Келесі 13-те қысқартылған иондық теңдеу деп тұр. Мынаның біз иондық теңдеуін ашып жазу керекпіз, да? Мына жерде не түсілетін? Мыс гидроксид түсіледі, бұл жерде тұнбаға түседі. Және калий 2S4 түсіледі, да? Мынаның алдына 2 қою керекпіз. Сол кезде гидроксид пен калий теңесіп тұр. Енді бұларды біз иондарға жазамыз. Мыстың 2 зарядты, мына кейін S4-ті 2 зарядты екенін білеміз. 2 калий дейміз, плюс 2 OH минус дейміз. Сол кезде мыс гидроксид егер тұнбаға түссе, ол иондарға жатылып жазылмайды. Соны ескереміз, плюс SO4 2 минус. Бірдейлерін біз қысқартып тастаймыз, сол кезде ең соңында көрініп тұр, не қалатын? Бізден бұл мыс гидроксиді. Егер тұнбаға түсетін болса, ол соңына дейін иондарға жатылып жазылады. Бұл жерде 2 OH. Мына жерде дұрыс емес, себебі екіншісі дұрыс. Себебі бізде алдындағы коэффициентке қарай олардың да коэффициенттері өзгеріп отырады, да? Сондықтан Е жауабы болады. Әрі қарай 47 мыс нитрат ерітіндісіне натрий гидроксидінің қосылып құйғанда түсірген қоспаны. Енді мына жерде біз қосу керекпіз натрий гидроксидін. Бұл жерде мыс гидроксид түсіледі, да, тұнбаға түседі, және натрий нитраты түсіледі. Енді бұны біз реакцияға мынаның алдына 2 қоямыз, да, сол кезде гидроксид, мынаның алдына біз 2 қоямыз. Енді бұл жерде 47 грамм мыстың эквивалентті нитраты ғой, оксидтің мөлшері дейді. Қыздырғанда. Бізде мыс гидроксидін қыздырамыз ғой, эквивалент температураның қатысына, бұл кезде мыстың оксиді және суға ыдырайды, да? Солай ғой. Бұл жерде екеулерін бірдей қылып әрқайсының граммын тауып есептеуге болады, және оны мөлшер бойынша да есептеуге болады. Мөлшер бойынша есептейтін болсаңдар, сендер лучше былай үйреніп қалған варианттармен болсыңдар, сол бойынша шығара беріңдер. Мына жерде біз бірінші мыс гидроксидінің мөлшерін тауып аламыз, да? Сосын ары қарай осы жерге мыс гидроксидін қою арқылы біз келесін табамыз. Есептеу жүргізіп, ары қарай мына жерде 47 грамм және натрий гидроксидінің ерітіндісіне құйылған қоспаны қыздырғанда бөлінген оксидтің мөлшері деп тұрды. Екеуінде мына жерде мыстың нитратын есептейміз. Қазір 64. Бізде 14,48. Соны 2 көбейтеміз, плюс 64 болды. 174 граммда. Осы бойынша сендер мынаның молін табасың. Бұның алдында ешқандай нәрсе жоқ, сондықтан X моль. Сосын мына жерде зат шығады да 47-ні 174-ке бөлеміз ғой. Он 14-ке 48-ді қосса 14. Көбейтеміз оны 2-ге. Осы есеп шыққан болатын болса 47-ні 74-ге
174-ке бөлеміз да. Сол кезде 0,27 моль шығады. Осы 0,27 мольді мына жерге қою арқылы біз оксидтің зат мөлшерін таба аламыз. Мына жерде біз 34-ке 64-ті қоссақ 98. Сол арқылы сендер таба аласыңдар. Түсінікті ғой? Ары қарай ас содасындағы оттектің массалық үлесі дейді. Ас содасындағы натрий HCO3. Я бізде ас содасы деген. Енді бұл жерде шатаспау керек, кальцийленген сода мен ас содасының екеуін айырмашылығы. Мынау бізде ас соданың формуласы, иә? Сендерге кальцийленген сода деген, ол кальций CO3 емес. Көбіне адамдар кальций CO3 керек қояды, оқушыларда. Біз деген ол кальцийленген сода, бізде ол керісінше басқаша формула. Я, бізде ол натрий 2CO3 деген сөз. Кальцийленген сода. Кальцийленген сода. Енді оттек 48, мына жерде жалпы массасына бөлесіңдер, иә, сол кезде 23 плюс 1 қосу 12 плюс 48. Осы арқылы оның 100%-ға көбейту арқылы сендер уже таба аласыңдар. Бұл кезде мына жерде 57% шығады. Түсінікті ғой? Енді мына жерде мыс сульфатын ерітіндісіне барий хлоридімен әсер еткенде деп тұр. Қосады деді, тұнбаның массасы. Бұл жерде мыс хлориді, барий сульфаты. Бұл жерде тұнба бізде барий сульфаты. Каждыйының массасын табу арқылы екеуінің де несін мөлшерін тауып алуға болады. Бізде каждыйының массасын 64 граммды 5%-ға көбейтіп, оны 100%-ға бөліп, ол кезде бізде 3-те 2 шығады. Ал екіншісінде барий хлоридін де тоже солай табамыз. 31-де 2-ні 20% көбейтеміз, 100%-ға бөлеміз. Сол кезде бізде 6,124 шығады. Сол бойынша сендер уже қойып біле аласыңдар. 3,2-де x. Мына жерде бізде 160 граммда 233 деп есептейсіңдер. Ары қарай бұл бізде 466 грамм шығады. Сол арқылы сендер білесіңдер. Ары қарай крахмалдан бізде крахмалдың формуласы 6H10O5. Осы крахмалға 80% шығыммен алынған глюкозаға күміс оксидімен реакцияласыңдар. Сол кезде тұнбаға түскен күмістің массасын таба аламыз. Ол үшін біз су қосамыз, крахмалға. Крахмалдың формуласы 6H10O5. Оған су қосқанда бізде ол 6H12O6 бізде глюкоза түседі. Осы глюкоза ары қарай күміс оксидімен реакцияға түседі. Ол кезде C6H12O7 түседі және күміс реакцияға түседі. Күміс бөлініп шығады. Бұл жерде 80% шығыммен алған соң, каждый нені есептеу керек. 81 граммда ары қарай бірінші глюкоза массасын тауып алу керек. Ары қарай біз мына жерге 162-ні қойып, мына жерде 180 деп есептеп алып шығарамыз. Ары қарай сол жерден біз глюкозаның массасын табамыз, глюкозаны қоямыз. Бұл жерде сол арқылы біз табамыз. Немесе екінші вариантты оңай жолы сразу біз моль арқылы шығарсақ болады. Мысалы 81, бізде глюкозаның жалпы несі молярлық массасы ол 162 тең. Мына жерден біз білеміз 0,15 моль екен. Осы 0,15 мольдің шығымын тауып алу керекпіз. Бұл бізде 100% емес па? Жалпы. Ешқандай шығынсыз. Сондықтан біз оның 80% болған кезде қанша моль екенін тауып алу керекпіз. 0,15 80-ге бөліп оны 100-ге көйткенде ол 0,14 моль. 0,14 моль глюкозаны мына жерге қоямыз. 0,14 мольден қою арқылы біз күмістің массасын таба аламыз. Немесе бұны зат мөлшері арқылы да шығарып сразу не істесеңдер болады. Мына жерде мынаның алдына 2 қойылады. Сонда мына 2 моль болады. Сонда 0,14-ті 2-ге көбейтіп 1-ге бөлгенде қайта 0,8 моль шықты ғой. Осы 0,8 моль ол бізде C6H12O7 күмістің массасы.
күмістің молі деген кешіріңдер, зат мөлшері. Енді осы жерде зат мөлшері арқылы сендер сразу массасын таба аласыңдар. Ең соңында чтобы көп сандармен есептеу жүргізбей ақ 0,8-ді көбейтеміз. Күмістің массасы бізде 108, я? 108-ге көбейтсек, бізде 0,8 23-те, жоқ 23-те емес, 0,8 108 көбейткенде 86-да 4 шығады. Түсінікті ғой? Түсініп жатсыңдар ма? Сіз айтып жатқан жоқпын ғой, да? Түсінікті. 23-те бір шықпайды. Мына жерде скринда болса да болады. Ары қарай осы запись сақталынады. Содан қарау арқылы көре аласыңдар. Енді эквивалентті металл деп тұр. Тұтқышқылмен әрекеттескен деп тұр. Металлға H хлорды қосамыз, я? Тұтқышқылмен әрекеттескенде бізде металл хлориді эквивалент түзіледі және сутек түзіледі. Себебі мұнда эквивалент деп тұр, сондықтан хлордың астына мен 2-ні спокойно қоя аламын. 10 грамм кезінде 5,6 литр сутек бөлінді деп тұр. Сондықтан біз оны былай жасақ болады, я? 10-ды 22,4-ге көбейтеміз, я? Себебі қалыпты жағдайда бізде 22,4 литр көлем алады ғой, да? 10-ды 22,4-ге көбейтіп, оны теңестіре аламыз 5,6 x деп, да? Егер осылай. Немесе мына каждыны 10 граммды қойып, сол арқылы да есептей алсаңдар болады. Мына жерде бізде 10-ды болғанда 224, оны 5-те алып x шығады, да? Сол кезде x бізде 40 болады. 40 бұл қандай зат? Массасы, егер оның 40 болса, ол бізде ол кальцийға тең. Себебі кальцийдің атомдық массасы бізде 40-қа тең. Түсінікті ғой? Осы арқылы тез есептей аласыңдар. Бұл жерде есептің главный бірінші шығару жолының оңай вариантын қарастыру керек, себебі бізде уақыт шектеулі. Ары қарай 80% метан бар 1 метр табиғи газдан түсірілген ацетилен. Табиғи газ бізде бұл CH4, я? Ацетилен алынған деп тұр. Ол кезде біз оны қыздырамыз 1000 градуста, да? Сол кезде C2H2 ацетилен түсіреді. Мынаның алдына біз 3 қоямыз. Сол кезде 6-8 болады, да? 80% метаны бар дейтін болса, онда бізде бұны ешқандай несіз бірінші 80% бойынша табылу керек, себебі бұл жерде 1 метр куб табиғи газ 100% жанып тұрған жоқ, оның 80%-ында ғана метаны бар. Сондықтан біз метанды осы пропорция арқылы біз тауып алуға болады. Оны біз бірінші зат мөлшері арқылы табамыз, мысалы 0,8, 0,8-ден бұрын біз 1 метр кубты біз Майда тынышталды ма? Қас кішкене күтетін. Тынышталған жоқ па әлі? Бізде оны 80% метан болғандықтан біз білеміз ғой, 1 метр куб ол 100% болып тұр, да? Ал 80% метан ол X қой. Сол кезде мына жерде 0,8 шығып тұр ғой, да? Енді 0,8 метан ол метандікі, да, метр куб. Сондықтан біз 0,8 метр кубты біз айтамыз X деп алдындағы зат мөлшерімен. Ана жерде 2 коэффициент болғандықтан 2 дейміз, да? Ал біз мына жерде бірінші ацетилен тауып алу керекпіз. Ацетилендікі бізде 1, алдында ешқандай коэффициент жоқ. Сондықтан бізде ол 0,4 метр куб. Енді осы ацетиленнен алынған, оған су қосамыз, сол кезде бізде этанол алынады, да? Этанолдың зат мөлшерін табу керек қой бізде. X моль. Мынау бізде 0,4 метр куб, да? Осы арқылы сендер уже этанолдың
массасын, зат мөлшерін таба аласыңдар. Давайте сендер түсініп отқандарында чатта жазып отырыңдар. Есептеу жүргізу арқылы. Мен қарап отырам. Сендер жауаптарын жазып жіберіңдер. Қайсы шықты вариантта? Осы жерде сендер метр кубты литрге айналдыру үшін мыңға көбейтсеңдер болады. Біреулерге сол бұлай не бойынша шығарған оңайда 80%-пен, пропорция арқылы оны 22/14 деп те шығаруға болады. Главный ответін айтсаңдар болды, қай жолмен шығарсаңдар да өздеріңе қайсысы удобно, сол бойынша шығара беріңдер. Просто мен басында метр кубтан сразу 80%-ын шығарып алғым келді, да? Давайте жауаптарыңды жазыңдар. Мен қарап отырам. Енді мына жерде өздерің жолдарымен шығарсаңдар қанша шығады? Мен қазір өзімнің жасап жатқан жолыммен шығара берейін, да? Мына жерде 0,4 метр кубты біз бөлеміз, өзінің қапты жағдайда 22/14-ке, Сол арқылы біз енді қараңдар, метр кубты айналдырған кезде біз 0,4 метр кубты литрге айналдырғанда оны 100-ге көбейтеміз, 1000-ға көбейтеміз. Сол кезде бізде шығады 17,86 деген 0. 0,0017 шығады, оны 1000-ға көбейтсең, бізде 17,86 шығады. Түсінікті ғой? Осылай оңай сендерге егер басында 80%-ын сразу метр кубты литрге айналдырып алып, сол бойынша қалыпты жағдаймен есептесеңдер де, өз еріктерің. Ары қарай судың кермектігін магний мен кальций тұздары екеуі тудырған дейді. Енді судың кермектігін біз оның несін каждыйын табамыз, да? Біріншісі бізде магний хлориді, да? Екіншісі бізде кальций гидрокарбонаты, да? Кальций HCO шекесіменген, да? Бізде магний хлоридін табу үшін біз біріншісі табу керек, біз магнийдің зат мөлшерін оның көбейтеміз, оны 100%-ға, да? Және оны бөлеміз өзінің малярлық массасына, Бізде магний хлориді 24-ке 71-ді қосқанда бізде болады 95, да? Осы арқылы сендер уже таба аласыңдар. Бұл жерде 25-те 26 шығады массалық үлесі пайызбен. Ары қарай, мына жерде кальцийдікін табатын болсақ, бізде кальций мына жерде 40 болады, оны 100-ге көбейтеміз, да, 100%-ке. Сол арқылы біз кальций гидрокарбонаттың массасы 162-ге тең. Сол арқылы сразу 24-те 69% деп таба аласыңдар. Мендегі жылдамдыққа үлгермей жатсаңдар, видео запись сақталғанда сол жерден қарап аласыңдар. Судың кермектігі деген тақырып бар. Менде өзімде қосымша қатысқан оқушылар каждый тақырыптарды қайталап көре алады. Сендерде өздерің интернеттен іздеп, немесе курсқа қатысу арқылы өз түсінбеген тақырыптарында қайталап шыға аласыңдар. Осы сендерді қазір 25-30 балл, немесе 37 балл, 40 баллдан аса алмай жүргендерің, осы именно түсінбеген тақырыптарында аттап өтіп кетулерің, бұларды бұл именно осы есептер бойынша онша көп есеп шығармаудан.
Ары қарай, мынау бізде контексттік тапсырмалар металлургияны оқып шығасыздар, сол кезде белсенділігі ең жоғары металл. Белсенділігі ең жоғары металл бізде Бекетов кестесіне қарай аласыңдар. Бекетов кестесі немесе металлдардың электрохимиялық кернеу қатарында бұл жерде қайсы, бұл жерде естественно алтын, белсенділігі жоғары металл алтын емес, бізде ол натрий. Бізде литий, калий, кальций, солай натрий деп бастан бастап тұрады. Сол жерде ең бірінші тұрған элементтер бізде ең активті металдар. Активті элементтер. Ары қарай балқыман электролиздер арқылы алынған металл деп тұр. Енді балқыман электролиздер арқылы алынған металл болатын болса, біз ол кезде қарастырамыз алюминий. Алюминий оксидін. Бұл жерде электролиздер арқылы осы алюминий оксидінен біз алюминий аламыз. 4 алюминий және 3 O2. Мына жерге 2 қоямыз. Бұл жерде қорғасын емес, алюминий деп белгілейміз. Енді ерітіндінің балқымасын немесе оның ерітіндісін электролиздеуді біз егер балқымасы болса, онда ол металдың өзі және оның қышқыл қалдығы шығады. Мысалы, натрий хлор болатын болса, балқымасы ол натрий плюс хлор 2 минус болады. Ал енді бізде ерітіндісі деген кезде біз оған су қосамыз да. Натрий хлоридіне су қосқан кезде бізде всегда, енді қараңдар, бұл жерде де Бекетов кестесі, басындағы ең жоғарғы металдар, который магнийға дейінгі металдар бізде катодта, оларда бізде сутек түсіледі. Ал егер белсенділігі орташа металдарда металл плюс сутек түсіледі. Ал бізде мыстан кейінгі, сутектен кейін орналасқан мыс, алтын, платина, күміс, ол жерлерде катодта бізде металдың өзі ғана түсіледі. Сондықтан біз натрий хлоридіне су қосқан кезде біз оның катодта металдың өзі түсілетін, сутектің өзі түсілетін білеміз да. Бұл жерде сонда сутек түсіледі. Катодта мен жазып қояйын, хлор 2 бұл анодта түсіледі. Және натрий соңында қалған оттек сутекпен ол натрий гидроксидіне айналады. Мадина ар жаққа алып кете қойшы. Ар жаққа алып кете қойшы. Сондықтан енді катод анодта бізде хлор 2 түсілді, O2 емес, сондықтан біз хлор 2-ні белгілейміз. Түсінікті ғой, мысалы мен сендерге жазып көрсетейін, бізде өзі литийден басталады да, металлдардың электрохимиялық кернеу қатары. Бізде алюминийға дейін, осы аралықтағы металлдарда бізде катодта түсіледі сутектің өзі дедім, бұл жерде сутектің өзі түсіледі катодта, катод деп қойын. Ал алюминийден кейінгі орташа металдар белсенділігі, ол сутекке дейінгі металдарда бізде түсіледі катодта металл және сутек түсіледі. Ал сутектен кейінгі элементтерде біз металдың өзін ғана көре аламыз. Ары қарай осыған қатысты есеп бар, алдағы есепте сол кезде сендерге толық көрсетемін. Түсінікті болып жатыр ма? Бізде қазір мына жерде 5 минут қалды, өзі зумның уақытысы бар. 5 минуттан кейін қайта қосыламыз. Себебі біз 5 минуттың ішінде барлығын үлгере алмаймыз да. Түсінікті ғой? Енді мұсульфаттың ерітіндісін электролиз дегенде деп тұр. Енді қараңдар, оттекті қышқылдарды электролиз дегенде всегда естерінде болсын. Бұл жерде анодта оттек бөлінеді. Себебі оттекті қышқылдардың құрамында оттек бар ғой. Сондықтан анодта оттек түсіледі, ал катодта біз мыс түсіледі. Себебі өзі айтып тұр мына жерде. Себебі ол сутектен кейінгі белсенділігі төмен металдар ғой. Белсенділігі төмен металдарды мен сендерге мана жазып көрсеттім ғой. Бұл жерде металл бізде мыс мына жерде орналасқан, яғни сутектен кейін. Значит, біз оны катодта мыстың өзін байқаймыз. Енді реакцияны жазып көрсетейін. Мыс сульфатына қосамыз суды. Сол кезде бізде айттым, катодта мыстың өзі түсіледі, анодта оттек түсіледі.
кез келген оттекте, ол нитрат болсын, ол сульфат болсын, фосфат болсын, оттекті қышқылдарда біз анодта оттек түзілгенін байқаймыз. Ол барлық жағдайда осылай болады. Мына жерде 2 болады, сульфаттың алдына 2 қоямыз. 2 қоямыз, және судың алдына 2 қоямыз. Сонда бұл жерде 8, 4 болды. Мысалында 2 қоямыз, да? Теңестір 8, 10. 8, 10, я. Ары қарай, мыс сульфаттың ерсінде анодта 4-те 48 литр шықты деп тұр. 4-те 48 литр шықты. Енді біз мыстықын табу керекпіз. Ол, естественно, мыстықы 128 қой, 64 2-ге көбейткенде. Ары қарай 22,4 литр. Ары қарай 128-ді 4-148-ге көбейтіп 22,4-ге көбейткенде бізде шығады, ары қарай қысқартып жүреміз, да? Мына жерде 0,12, сол кезде бізде 25-те 6 шығады. Д вариант емес, Е варианты. Ары қарай енді күміс нитратынікі. Күміс нитратын ерітіндісін электролизінде тұрып тұр. Енді күміс нитратына тоже ерітіндісі дегендіктен су қосамыз, я? Сол кезде бізде күміс түзіледі, оттек түзіледі, және нитрат, азот қышқылы түзіледі. Енді бұл жерде 1,112 литр газ бөлінген болса деп тұр. Газ бізде оттек қой. Сондықтан оттек дейміз. Енді реакцияны теңестіреміз. Алдына 4 қоямыз. Мына жерде себебі 2 қойсақ, тоже оттектер теңеспей қалады. Азот қышқылының алдына 4 қоямыз, және күміс нитраттың алдына 4 қоямыз. Енді бұның біз массасын тауып алсақ болады. Немесе оны давайте 1,112 литр газ бөлінсе деп осы бойынша 1,112 литр бойынша тапсаңдар болады. 1,112 литрден біз табу керекпіз X грамм, да? Мынаның массасы бізде 108-ге 14 қосасың, плюс 48, бізде бұл алдына еще 4 тегін коэффициенті бар. Көбейтсеңдер, сендерде 680 шығар. Мына бізде қалыпты жағдайда 22,4 сол күйі қалады. Сол кезде бізде мына 34 грамм, я? Енді біз мына жерде біліп алу керекпіз, күміс нитраты басында қанша еді, я? Енді бұл жерде тауып алу үшін біз 200 грамм, да? Көбейтеміз 100%-ға. Мынау 2, да? Бізде бұл 40 грамм еді ғой. Енді бізде реакция қатыспаған деп тұр. Сонда 40-тан 34-ті алып тастаған кезде 6 грамм күміс нитраты қатыспаған. Енді S мына жерде түсінікті болған шығар, я? 40 грамм бізде оның ерітіндісін, күміс нитраттың таза массасы 40 грамм. Ол таза массадан біз шыққан, пропорция бойынша шыққан 34 граммды алып тастағанда бізде 6 грамм қалады. Ары қарай S элементі мүмкін болатын. Енді мүмкін болатын валенттері, яғни максимум или минимум табу керекпіз ғой. Максимумы бізде бұл 6. Себебі оның топ нөмірі 6-шы топқа сәйкес келіп тұр, ол. Ал минимумы біз табу үшін, мысалы, минимум табу үшін біз 8 ғой жалпы. Ең жоғарғы топ бізде 8, сондан 6-ны алғанда бізде 2 болады. Сондықтан бізде 6 мүмкін болатын валенттері 2 болады, және 4 болады. 4 бізде күкіртке оттек қосқанда SO2 бұл жерде плюс 4. Яғни күкірттің 4 валентті оксиді бұл жерде мүмкін болатын валенттердің қатарына кіреді. Түсінікті болып жатыр ма?